Арадан ащы шағып кей шыбындар, артыңнан қалмай қойса бой шымырлар. О мақа, жаудан өлген арманың жоқ, қор болды көк шыбынға қойшығылдар. Қойшығыл жылқышиып. Тыныштық құшағына оранған Атырау халқын, Алматы қаласында қазақ өнерінің қарагері Қойшығыл жылқышиып кенеттен дүниеден өтіпті деген азалы хабар селт еткізді. Қазақ елі руханиятының жанашыры, арқалы ақын, Қазақстан жазушылар одағы Атырау облыстық филиалының төрағасы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Қойшығыл өмірлі жылқышиевтің абыройының асқақтығын сол күннен бастап терең ұғына түстік. Арада 2 күн өткенде Ақжайық жағалауындағы қалың елі қазақ елінің түкпір-түкпірінен тоғысқан әдебиет пен мәдениет сүйер қауым өкілдері Махамбет атындағы академиялық драма театрынан елім деп еңіреп өткен есіл-ерді мәңгілік сапарға шығарып салды. Марқұмның мәңгілік көші өзі өмір бойы табынып өткен өршіл тұлғасы Махамбет бабасы жатырған Қаройға қарай бет түзеді. Оның да өз жөні бар еді. Дендердің жаман құдық жайлауында туған бала Қойшығылдың бірде әкесіне еріп, жазық таланың ортасында жатқан жалғыз бейіт басына барғаны бар. Балам Қарой деп аталатын осы төбеде азаттық жолындағы күрескер батыр Махамбет атаң мәңгіге тыныстап жатыр деген сөзі есінде қалыпты. Өлеңді мектеп қабырғасында жүргеннен ақ жаза бастаған дарынды ұлан сол күннен бастап батыр бабасының жырларына елеңдеп өсті. Ереулі атқа ер салмай, егеулі найза қолға алмай, ең-ку жер шалмай, қоңыр салқын түс қалмай, ерлердің ісі бітер ме? Мектеп бітіретін жылдары кеудесін табиғи талант кернеген ақын жүректі бозбаланың талғанпаз жүрегі арман болған Алатауға қарап қанша туласа да, пешенелі тағдыры оны туған ауылынан алысқа жібермей-ақ қойғаны. 1965 жылы Сарайшық ауыл шаруашылығы механикаландыру училищесін бітірген соң, еңбек жолын туған ауылындағы Кеңшарда трактор бригадасының есепшісі болып бастағанымен, бойындағы әдебиет пен өнерге деген асау құштарлық оны руханияттың бақшасына қарай жетелей түсті. Ендер аудандық мәдениет бөлімінде атта клуб меңгерушісі, аудандық еңбек газетінің әдеби қызметкері, бөлім меңгерушісі қызметтерінде болған 5 жылы Жылқышиевтің талантын таныта түскен жалынды жылдарының алғашқы баспалдақтары болатынды. Қазақтың асыл сөзінің мәйегін қанып ішіп, өмірге өр дауысты өлеңдерді келген жас ақынның бәйге қатының бас бермей көсіле шапқан жылдары Киров атындағы Қазақтың мемлекеттік университетінің журналистика факультетінде оқыған сайран жылдары еді. Ұшсам деп сұңқарыңдай ерте түлеп, жүрегім саған сырын шертеді көп. Алатау айдай сұлу болғаныңмен,
көңілім менің сенен көркемірек деп, өз өлеңінің қайығында тербелген дендерден ұшқан қызғыш құс Қазақ КСР Мәдениет Министрлігінің әдіскері қызметіне шақырылады. Өнер десе қос қанаты қатар самғайтын қойшығұл өмірұлы ақындық қаламын суытпай жүріп, қазақ руханиятының бар азабы мен мехнатын арқалай еңбек етіп жүрген реформашыл ұлт қайраткерлерінің тобына еркін қосылды. Халық әртіс атағы бар серкелердің бұлағынан сусындады. Театр саңлақтарының көркем сөздерімен көгерді. Кино өнеріндегі даралардың өнегелерінен өрнек құрды. Қойшығыл жылқышиып, тамашаның негізін қалаған ақын жігіт. Махамбеттің басына белгі тұрғызу, зиратына баратын жол салдырудың бастамашысы. Қазақстанның халық жазушысы Фариза Оңғарсынова. Ақжайықтың жағасынан келіп, жолбарыстай жұлқынып тұрған жылқышиевтің ой асқақтығын, көкжиегінің кеңдігін байқаған мәдениет саласындағы басшылық оны 1978 жылы қазақ теледидарының редакторы лауазымына тағайындады. Арада жыл өткенінде жүрегіне ұялаған көшелі ойларды сөйлете білетін жылқышиевтің жұмыр басынан төгілген тың идеялар шоғыры режиссер Лұқпан Есеновтің мақсатты пайымдарымен үндесіп, қалың елді тамсандырған тамаша телевизиялық бағдарламасы өмірге келді. Сол сәттен бастап өнер сүйер қауымды дүр сілкіндірген, ойын-сауық отауының отын үрлеп, қанатын қатайтқан Қойшығұл Жылқышиевтің есімі өнер сүйер ортаға кеңінен таныла түсті. Бақ жанды, бап шапты деген осы шығар. Көңілі үнемі туған жерін аңсап жүретін перзенттер ғана атамекен аймағының өзіне қалай жетелей кететінін кейде мүлдем аңғармай қалып жатады. Алаш ұлтының мәдениет пен әдеби саладағы қаймақтары саналатын саңлақтарының арасынан абырой арқалаған Жылқышиев тұлға аяқ астынан туған елге оралуға шешім алады. Мен дағы заманында шайқап едім, мен дағы дәл өзіңдей байтақ едім, құландай құрдастарым құлатпас деп, ту ұстап туған жерге қайта келдім деп, елдегі тұстастарына арқа сүйеген өршіл жігіт Дендер ауданы мәдениет бөлімі бастығы қызметіне тағайындалып, жаңа бастамалардың жаршысына айнала бастайды. Ұлттық рух атаулыға ата жауындай қараған кеңес үкіметінің айдары есіп тұрғанына қарамастан, батыр жүректі азамат, жері жауда, басы дауда қалған қазақтың Махамбет сынды бір туарын халқымен қайта қауыштырайық деген өршіл ойын жайып салады. Бастама бірден қолдау тауып, сенбіліктер ұйымдастыру арқылы батыр баба басына баратын жол төсеу жұмыстары қолға алына бастайды. Жалынды күрескерді жоқтаған Жылқышиевтің үстінен партияның айтағы мен негізсіз арыздар жазылып, оның үстінен қылмыстық іс көтеріледі. Сөйтіп жазықсыз жанның абақтының 6 жылдық азабын бастан өткеруіне тура келеді. Сол күндерде де сағы сынбаған Дендердің дегдар ұлы, ғажайып болмаса да отталантым, қазаққа бір бал едім жоқталатын, тасадан тарпаң тағдыр алып қашып, тап болды қарсы алдымнан қап-қара түн деп, түнектердің арасынан жыр заулатып, өзін өзі өмір күресіне, жамандардың қолы жетпейтін шың басына қарай жетелей түсті. Сондағы сиынғаны толар сақтан саз кешіп, тоқтамай тартып шығуға, қас түлектен туған кітапты
қаранар керек біздің бұл іске деп, асқа күні құлағына келген Махамбет бабасының әруағы еді. Мәңгі сені жазбаған сүрінуге, қайта тұрып қақың бар жүгіруге деп, мұңда сағасы Мұқағали жырлағанындай, солақай саясат құрсауынан, шар болаттай шыңдалып шыққан шер жүректі ақын, 1990 жылы Республикалық Жалын журналының поэзия бөлімінің меңгерушісі, кейіннен Мұхтар Әуезов және Ғабит Мүсірепов атындағы мемлекеттік академиялық театрларының әкімшісі, директордың орынбасары, өнерпаз қоғамдық қайырымдылық қорының президенті лауазымдық қызметтерін мінсіз атқарып, Алматының зиялы қауымы ортасынан қайтадан өз орнын еншіледі. Мен Қойшығұл Жылқышиевті қазақ руханиятының көрнекті өкілі деп бағалаймын. Таланты мен дарындылығы мені үнемі сүйсіндірумен жүруші еді. Ұлтымыздың айтыс өнерін қалыптастырудағы белсенділігі де жігерлі болатын. Қазақстанның еңбек ері Асанәлі Әшімов. Екі мың 2001-3 жылдары ЮНЕСКО шеңберінде Атырау облысында тойланған Махамбет Өтемісұлының 200 жылдық мерейтойын дайындап өткізу жөніндегі штаттың бастығы. Атырау облыстық тарихи мәдени мұраны қорғау, қалпына келтіру және пайдалану жөніндегі мемлекеттік инспекцияның басшысы, облыстық қазақ драма театрының директоры, талант қоғамдық қорының директоры, Атырау облыстық тарихи өлкетану музейінің басшысы бола жүріп, облыс мәдениетінің биік сатыға өрлеуіне зор үлесін қосқан білікті ұйымдастырушы ретінде көпшілік ықыласына бөленді. Жаратқан қаламгер қып қойшы қылмай, Атырауда азамат бар Қойшығұлдай. Өмірі тағдырмен өлеңдері, жауынның нөсерімен бұршағындай. Қазақстанның еңбек ері Бақтықожа Ізмұхамбетов. Қойшығұл Жылқышиев Республикалық Махамбет қорының негізін қалаушылардың бірі және тете президенті. Ол 2002 жылдан бері Қазақстан Жазушылар одағы облыстық филиалының директоры. Сонымен бірге ол Атырау өңірінде айтыс өнерінің өркендеп, кеңінен дамуына өлшеусіз үлес қосқан ұстаз тәлімгер. Армантау жас ақындар клубының ұйымдастырушысы. Қойшығұл Жылқышиев шығармашылық қызметінде де артына мол мұралар қалдырған қаламгер. Тұңғыш, Бастау, Мұң кітап, Асаукер, Тарпаң тағдыр, тағы да басқа өлең кітаптарының және түрлі жанрдағы көптеген жинақтардың құрастырушы авторы. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген мәдениет қайраткері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Қойшығұл Жылқышиев Махамбет Өтемісұлы туралы публистикалық мақалалары үшін Қазақстан журналистер одағы Ахмет Байтұрсынов атындағы сыйлығының, Республикалық Махамбет атындағы, халықаралық Мақтымқұл атындағы және халықаралық Алаш әдеби сыйлықтарының лауреаты атанған әдебиет кеңістігіндегі қайраткер тұлға. Таумысын тұлға Қойшығұл Өмірұлы, халықаралық радио мен телевидение академиясының академигі, Ембер ауданының құрметті азаматы.
Атырау аймағындағы бірде-бір басылым Ағатай баспасының негізін салушы. Арада жыл өткенінде Махамбеттей айбатты алыбымыз, Малай сарыдай қара сөздегі дарынымыз жатқан бұл жусанды қыр төбе басынан тыныштық ғалам дамылын тапқан қойшығылдай қара нарымыздың мәңгілік бейнесі көз алдымызға оралып, ол өткен сара жолдар санамызда сайрай жөнелді.